Судьялық бос орындарда жедел әрі сапалы толтыруға мүмкіндік туды. Кеңестің кезекті отырысында облыстық және оларға теңестірілген соттардың сот алқалары, төрағалары лауазымдарына жарияланған конкурс қорытындылары шығарылды. Кеңес төрағасы Дмитрий Малаховтың айтуынша, алғаш рет конкурс бұрынғыдай 6 ай емес, 1,5 айда өткізілген. Үміткерлер туралы мәліметтер кеңестің ресми YouTube арнасында өткен онлайн трансляция барысында жарияланып, ресми интернет ресурсында орналастырылды. Осылайша кеңес қызметінен босатуға 5 судьяны ұсынды. 3 аудандық соттың төрағасы өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты конкурстан тыс өзге балама соттарға судья ретінде тағайындауға ұсынылды. Судьяның жоғарғы сот кеңесі жанындағы сот жюриінің судьялық әдепке қайшы келетін, абыройға нұқсан келтіретін теріс қылық үшін сөгіс түріндегі тәртіптік жаза қолдану туралы шешіміне шағымдану жөніндегі бір өтініші қаралды. Қарау нәтижесі бойынша сот жюриінің шешімі негізсіз деп танылып, тәртіптік іс жүргізу тоқтатылды.